Мантекки, сен өліксің. Капулетти, сен барып тұрған суайсың. Солай ма? Әкең Қайтесің? Салған мидар құзайын болар. Тибай, тастасым сені. Кел одан да таратайық екеулі. Татулықты атама, оны естісе Мантеккин сүмелектерін көргенде жүрегіммен аниды. Шық, бер шық су жүрек. Тоқтатыңда! Опасыз өңшен! Тыныштықтың жендеті! Көктемірді ағайынның пәк қанымен суарылған, тұрдараздықтың өртіне су орнына қан шашқан, масайлаған өңген хайуан! Мен сендерге не дедім? Жан керек болса егерде, қылышты тастап насқолдан пәрменіме құлағар! Монтекки, Капулетти, бір емес не екі емес, Веронада үшінші рет осымен, Қанқуында болған бейбілдің, бейбіттерін берекесін алыңдар. Бұдан бұлай бір-біріңе қол көтерсең осыдан, бастарымен қош айтса беріңдер. Таратыңдар надырлуды! Әлгі Джульетта қайда жүр? Өтірік айтсақ, боп кетейін қыз талатын. Жаңа ғана шақырдым. Тағы қайда құрыды? Әу, Джульетта, қайдасың? Жөніңді айтып сеспесейші қызым-ау. Не болып қалды? Мен келдім. Анаң емес, мен шақырып жатырмын. Не болып қалды? Қызымыз бой жетіп қалды ғой. Қызым, өзің айтшы Джульетта. Күйеуге шыққанға қалай қарадың? Мәссаған, ондай мәртебені күтпеп едім мен әзір. Ендеше қызым, Веронада жетпей-ақ сенің жасыңа. Бала сүйіп, жар сүйіп отырған қыз емессің. Бұғаннан қатып, буының болса бекілі. 90 ауыз сөздің тобықтай мынау дүйіні Париж саған құда түсті бүгінге. Ойбай, қызым-ау, мә, Құдай берді десеңші. Шіркін, ондай жігітті жердің шарын жет айланып шыққанда да таба алыпсың ба? Сұлу болғанда сөйлет дерсің, сөйлет. Не дейсің қыз? Көңілге қонам. Бүгін балдай зерттеп алуды мұқият. Жүзіндегі әр сызық, әр әжімді көне кітап сүресіндей алғаттым. Қайсысында қандайсың? Ақылға асап салғастыр. Өз ақылың жетпесе, өңін жұрттың сөзіне кел сосын бір шешімге. Мәссаған, ғашықтықтың не екенін сезінбей берме мүлде? Баққа жеткендер де арманда, жетпегендер де арманда, ой шіркін. Стоп. Кешкісін біздің үйде үлкен жиын болады. Сол жиынға қаланың үлкен мен кішісі келеді. Ал сен мына тізім бойынша барлығына құшақ жайып қарсы алатынымызды хабарлап айтып шық. Ұқтың ба? Жарайды, ұқтым. Тізімге қара дейді. Мұна тізімде не жазылған? Үйтім біліп пе? Валентина ағасы Меркут сенің. Сені де шақырды ғой. Лешеге ерке тотай Валентинасымен шақырдысын. Бұлардың барлығы өткен ығай мен сұғай екен. Бұларды қайда шақырып жатыр? Әне, ана бір жаққа шақырып жатыр. Қайда дейсің? Менің қожайыным Капулетти деген атақты бай. Бәлкім естігеніңіз бар шығар? Әрине. Біздің үйде бал маскарад болады. Егер сіздер біздің қас жауымыз Мантеккидің туысы болмасаңыздар, кешке сіздерді де күтеміз. Біз Мантекки. Ой, онда сіздерге біздің бал маскарадта орын жоқ. Кешіріңіздер. Біз бәрібір келеміз. Қалай білеміз жігіттер? Өлеңдетіп кіреміз бе? Жауапсызға саламыз ба жоқ әлде? Жоқ жігіттер, біліп кірейік одан да. Ендеше маған шырақстап, шырағдан болайын. Бей жағынан мақұрымда жайым бар. Қалай онда Рамайо, сен білмей болмайды ғой? Не де болса перде керек кез болды. Бет тастадан қызарып жұмас бетперде. Енді бізге жұрт не десе мейлі. Неге тұрмыз біз мұнда? Бірақ жолғамыз бір сынға. Ой балгерім, ол енді кешігеміз, кірейік балға. Жүр мырзалар, кірейін. Армысыңдар, ханымдар мен мырзалар, жылдағы үрдіс бойынша бетперде киген пенделер атты бал маскарадқа қош келдіңіздер.
Қош келдіңдер достарым. Күй тартыңдар күйшілер, би билеңдер бишілер. Ал қазір кешіміздің сұлу бекеші ән айтпақ. Жабырқау молайды ай ұқсап аспандағы сен мені биіктен сұрадың тағдырдың баспалдағы Махаббат бер маған тағдыр жүректі қозғаған жанымды жалынға орап өзіңе мастаған махаббат бер маған тағдыр махаббат бер маған ешқашан ешкімде ешкез болмаған. Оған салған сұлу бекешті танисыз ғой? Айта алмаймын. Оның Парис деген графы бар. Өңшең оған ортасында бұл періште қайдан жүр? Жанар мен жан дүниемді жарық қылып кеткендей. Мынау апырау Мантеккиннің даусы ғой. Семсер әкел. Мынау оңбаған қара перде жамылып біздің сөзді тәрк етпекке келіпті. Сазамдалмай шыға алмассың бұл үйден. Мантекки жүр. Қалай кірген білмедім. Сайраңымызды ойран қылма ол неме. Әмі олмай тұрғаның? Иә, сол оңбаған. Ендеше сабанға тос. Қайткесің оған тиісіп. Егер мені жас үлкен деп сыйласаң, қабағыңды аш жадыра, той үстіне тортаңдаған жөн болмас. Ашуымды жеңдірелі ақылға. Кет десеңіз кетейін мен. Мақұл ма? Қас дұшпанды қорғадыңыз. Көрде тұр, талай қырым боларына мен кепіл. Тибаль, тоқта, Тибаль. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda que una trajitada conjuró a la luna hasta el amanecer. Қолыңыз орнаға қолын жұғысып, бәрі қылымда қуалып барсын. Қол қысқанның жоқ ешқандай айыбы, әлімсақтан келе жатқан келіс қой. Дидарларға тағзым ету лайығы, топ ішінде төс қағысқан теріс қой. Ел неге жаратылған ендеше? Дұға оқып, күбірлеуге жарқыным. Тұрдыманда дұға оқыған жөн десең, құлағыңды бер әкел жалтыным. Джульетта, анаң шақырып жатыр. Күте тұр. Анасы кім? Кімнің үйінде тұрғаныңды білмейсің бе? Бәйбішесі осы үйдің. Көпіреттің қызы ма? Қарсы дұшпанның құрған торына өз аяғымен келіп түсіп, қасқайған деген осы да. Жолың болды бұл жолы. Жол болғанда сұрама. Қайсы ана біріне? Иә, анау ше. Әй, ол Тибаль шалдың ұлы, әрі мұрагері. Ал оның қасында ше, жаңа менімен бебелегені кім? Қайсы ана әлгі сыпатты жігітті айтып тұрсың ба? Дәл өзі. Ол жағын енді білмедім. Барып біліп кел. Үйленген болса егер ол, маған желек орнына кебін тіге беріңдер. Қас жауыңның бағасы. Қалай болғаным? Дұшпаныма ғашық боп өз сорыма, кер тағдырдың түсті мақұр торына. Енді қайдан ашылады маңдайым? Бауырына уаңсаса таңдайым. Не деп күбірлеп тұрсың? Джульетта. Қазір, барам шығып. Міне, енді талады қалып. Бақ болды ма, сор болды ма? Сұлу бекеш. Қалай келдің бұл араға? Неғып жүрсің күнделеп? Қорған көп, қалай өттің қорғаннан? Махаббатқа қандай қорған тосқамыл, қорқытады оны қандай қожам. Сүйген адам біледі ме үйрейді, сескендердей соншама сенің әулетің. Түсе көрме тек олардың көзіне. Жөнсіз тегі саған кім? Жол бастаушы махаббат,
Сен қиынға жер түбіне кетсең де жетпей қойма, жолыма егер жолықса. Мен осынша қалай біліп үлгердің? Әдеп сақтап сызылар ем сенімен, енді бір құлым судың жөніне сүйесің бе сен мені? Айтпасаң да білемін, я дейсің ойланбай. Үтпе, мүдір, ойлан, кідір. Тағдыр құлақ аспайды дейді ғашықтардың сертіне. Мен өлердей ғашықпын саған, Джульетта. Мен де өлердей ғашықпын, Ромео. Мүмкін саған мұным ерсі көрінер, көре сала өле кетер, өлер менің бір екен деп, безіп кетпесең менен. Бұтақтарын нұр көмкерген бақменен, аспандағы алтын аймен ант етем. Ант етпей-ақ қой, мен сенем. Я, саған қайтадан ант бермекке, мендегі дәулеттің иесі мен емеспін. Махаббатым тұңғиық, мейірімім шалқар көл, таусалмайды оны ешкім. Джульетта, анаң шақырып жатыр. Күтем, қазір келем. Келітім, түсінбей ол өңім бе? Асқар таудай асқан бақыт қалай шұғыл тап келген. Бұл не қылған рахат еді, көргісір. Айтайын, маған үйленетінің шын болса, қашан, қайда қиылатын екеміз? Ертең саған менің кісім барады, ақи-тақи жауабыңды алады. Содан кейін түсті де бер қолыңа, содан кейін садақаның жолыңа. Джульетта! Ал егер де көлгірлік болса көңіліңде, ондай тарым тез жөнелте, бұдан кейін жолама. Ертең өзім көріп алып қалғаным. Ант етем, уайымдама. 100 000 мәрте сау бол. 100 000 мәрте сау бол тірсектім. 9-ға. Оған дейін аттай 20 жыл. Қалай күтем сарылып? Күте тұрам, атып тұрам несіне? Қараш, таң атып қалды, кетпесіне болмайды. Апырай, қайтып қоштасуға қиямын. Менің де сол арманым, бірақ үйтіп басыңа ажалды қайтем төндіріп. Қоштыр достым, қимасақ та қайтамыз. Қош деген бұл шексұрым сөзді апырау, ауызымыз бар, қалай ғана айтамыз? Қайырлы түн дегеніміз жөн шығар. Қайырлы түн, жайлы жатып жақсы тірсектім. Қайырлы түн, Қайырлы түн. Таң атпай жүрген қайсың бұл? Бірада. Сен бедің, есембісің жігітім. Ертелетіп кетіпсің ғой бүгін түн. Ұйқым қашып таң сәрден жортадай, ұйқы бесіп кетті ме, дерт батқаннан? Капулеттинің қызына ғашық болдым құмартып. Не дейді? Қас шоңның қызына ма? Ол да мені қапты өзінен атып. Бұдан әрі бізден тыншу кетеді. Өзің егер қиып бермесең не екені? Ромео, сен не жеп тұрсың? Қас шоң Капулеттинің қызына ма? Ол да мені қапты. Ой, жай-жапсарда кейін ақпыл тұрсыне. Асықпасақ болмайды енді ол іске. Жоқ, әкең рұқсатын бермей, некелеріңді қимаймын. Жоқ, олай болмайды. О құдайым, бір шешім бере көрші маған. Бірақ та, Ромео, балам, бері кел. Бүгінгі кешті тәңіріңнің болмаса тағдырыңның тарту еткен сыйды. Мүмкін екеуіңді табыстыру арқылы шешеміз екі әулеттің қырғиға бақтыртсын. Тезетейікші ендеше. Сабыр бауырым, сабыр түбі саралтын. Асыққаннан ақау шығып қалады. Желпушіңді алда. Желпушің қайда, Питер? О, Питер, желпушің бе? Ажарың кетті деме жалғыз тұрған сол екен. Қайырлы күн, қайырымды мырзалар. Қайда бекеш, сүйкімді бекеш. Қайда кешті айтасыз? Сіздің енді қалған өміріңіздің қоңырға кеште несі артық? Иә, оныңыз рас. Мен келген шаруамды айтайын. Сіздер маған Ромео деген жас кісіні тауып бере аласыздар ма? Қызметіңізге қалдық. О, сіз бе? Тек ол жас Ромео, сіз күткеннен гөрі қартамыста болып келе жатса, көңіліңіз әкелмесін. Аты Ромео, адамдардың ішіндегі ең жасы, ең сұрықсызы мен боламын. Егер сіз Ромео болсаңыз, менің сізге айтатын бір әңгіме бар еді. Көрерсің де білерсің, ол оны бөжіген қонаққа шақыра келді. Жеңге тайға жардық, төт-төте көз тиесін. Сау тұрыңыз, Кәді бекеш. Сіз де сау болып тұрыңыз, қайырымды мырза. Өз-өзіне, кеудесіне нан пісіріп жүрген мына оспадарсыз мырзағай мырза. Сен де жарыдың. Қайдағы бір қаңғыбас біреу жаныңдағы бекештің қолын сүйіп жатса, неге сүмірейіп тұрсың? Мен оны байқамадым ғой. Байқасам кеңірдегі жұлып алып қолына ұстатам ғой. Иә, вот. Сэр, мен негіз келген шаруам бұл емес еді. Менің бекешім оң мен соны танымаған уыз жас қой. Егер сіз оны алдап жүрген болсаңыз, жақсы адамдар олай істемейді. Сізге де ол жараспайтын нәрсе, рас айтам.
мен сіздің айтқаныңызбен мүлде келіспеймін. Келіспейсіз бе? Петр, жүр. Тоқтай тұрыңыз. Сіз нені айтып барасыз? Мен әлі аузымды да ашқан жоқпын ғой. Мен сіздің әлгі келіспейтініңізді айтып барамын. Қайткен күнде бүгін түсте жетер болсын пәдәрма. Лоренцо екеуміздің некемізді қияды. Шын ба? Айтып барам. Әрине айтып барам. Ұқтыңыз ба? Ұмытпайсыз ба? Ақыңызды жемеймін. Ниетіңізге рахмет. Маған ақы керек жоқ. Еңбегіңізді қайтарамын некесі. Сау тұрыңыз. Бикешіңе сәлем айт. Менен ол бикешке тағзым етіңіз. Әрине айтып барам. Сіз өте қайырымды адамсыз. Петр, жетпеушімді алдап, ілгері жүр. Жетем деген бұл барғанша ол шығып қап кездесе алмай қап жүре ме? Мүмкін емес. Күтушінің шабандығынан бәрі де атқан оқтай зымырап жетпес пе еді бағана? Келді ақыры, айналайын күтушім, неге соншама жолық кеттіңдер? Жөніне жібер Петрді. Петр, кете қойшы. Петр кетпейді. Петр, баршы. Петр, тұр осы жерден. Петр, бара қойшы, өтінем. Ой, жер түбіне барып келдім. Шаршадым. Сай сүйегім сынып барады. Аяқ қолды садақаға шалайын. Хабарды айтсаң мен күткен. Неге шанығып қоя бердің сен? Көрмейсің бе? Ұстап отыр демікпем. Демікпеңді айта бергенше манадан хабарыңды айта салсаң болмай ма? Шаруамыз оңады ма, оңбай ма? Ой, оңайды ма, оңбайды ма? Ол жағын әлі көре жатармыз. Сен маған ештеңе айтқан жоқсың. Ал енді өз обалың өзіңе. Ромео болса қайтейін? Әрине. Бет әлпеті әп-әдемі. Алтылға тұрпаты, тіптен тамаша. Дұға оқи бер, қызым. Жаңағы айтқандарыңды мен өзім де білемін ғой. Тойды айтсайшы, тойдың жайы не болды? Неге қала қойдың безілдеп? Осы болса қызметім хиуазып, бұдан былай өзің тасқатын бе? Ал жастырар ақылдан, Ромео сонда не деді? Лоренцо Пратарға жүгір онда тезірек. Әйел қылмақ кеуің. Шынымен ба? Мәссаған! Бұрылғызай, көпірін қарай бер. Осы екен ғой,